Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен з дыбысы және әріпін өтеміз. Балалар, ең алдымен сабаққа дайындық жасайық. Қанеки барлығымыз бірге бір-біріміздің қолымыздан ұстап, мына өлеңді оқиық. Өсеміз біз күліп ойнап, он саусақтың саласындай. Өсеміз біз күліп ойнап, бір адамның баласындай. Балалар, бір-біріміздің қолымыздан ұстап, алақан арқылы жүрек жылуын сезіну қандай тамаша, қандай қуаныш. Ал енді балалар, жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен сабақты қайталап өтейік. Біз өткен сабақта қандай әріппен дыбысты өтіп едік? Жарайсыңдар балалар. Біз әріпімен дыбысын өтіп едік. Ның қалай жазылуын, қанша элементтен тұратынын және ол қандай дыбыс екенін білдік. Және одан қандай сөздер келетінін де білдік. Бізде қандай дыбыс екен? Әрине балалар, дауысты дыбыс. Енді балалар, осы әріпімен дыбысын тағы да бір қайталап пысықтайық. Мына бір сөздерді буынға бөліп, тұтастай оқиық. Дыбыс сызбасына сәйкес келетін сөздерді анықтайық. Жарайсыңдар балалар, сөздерді буынға бөліп тұтастай оқып болсақ, енді мына астында тұрған сызбаға қандай сөздер сәйкес келетін анықтайық. Қане балалар, қандай сөздер сәйкес келеді екен? Жарайсыңдар балалар. Асық, отыр, отын деген сөздер бізге астындағы дыбыс сызбасына сәйкес келеді екен. Ал енді балалар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын жұмбақтар шешіп көрейік. Бірінші жұмбақ: от шашады жалындап, қатты ұшқанда зымырап. Ол не? Әрине балалар, ол зымыран. Келесі жұмбақ: түрі жылқы бейнесі, жолақ-жолақ жейдесі. Ол не? Әрине балалар, ол зебра. Балалар, зымыран, зебра сөздері қандай әріптен басталып тұр? Дұрыс, з әріпінен басталып тұр. Демек балалар, бүгін біз сендермен з әріпімен дыбысын өтеміз. Ендеше балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл суретте біз не көріп тұрмыз? Иә, бұл қаз. Оның нелері бар екен? Иә балалар, қаздың балапандары бар екен. Оның балапандары нешеу екен? Дұрыс балалар, оның балапандары 5. Енді балалар, осы сурет бойынша әңгіме құрайық. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, біз суреттен қазды көріп тұрмыз. Қаз сөзінде біз зыны байқап тұрмыз ба? Иә балалар, бізде қаз сөзінде з сөздің соңында кездесіп тұр. Қаз сөзінде балалар, неше дауысты, неше дауыссыз дыбыс бар екен? Иә балалар, қаз сөзінде 2 дауыссыз, 1 дауысты дыбыс бар. Сондықтан ол бір ғана буыннан тұрады. Қане енді балалар, з әріпін бірге айтып көрейік. З. Яғни балалар, з әріпі созылмай, бірақ кедергімен шығып тұр. Демек бұл бізде дауыссыз дыбыс. Енді балалар, з әріпін біз түймелерден құрастырып көрейік. Енді балалар, мына жерде берілген сөздер мен жұмбақты бірге буындап оқиық. Аз, оз, қаз, қыз, азық, қазық, қызыл, қызық. Енді жұмбақты оқиық. Қызыл, қазық, қызық, азық. Енді балалар, бұл жұмбақтың жауабын біз қалай білеміз? Мына жерде суреттен не көріп тұрмыз? Иә балалар, сәбізді көріп тұрмыз. Демек біздің жұмбағымыздың жауабы не екен? Сәбіз. Бізде сәбіз сөзінде з дыбысы сөздің қай бөлігінде кездесіп тұр?
Iya, соңында. Ал енді балалар, сергіту сәтін жасайық. Жарайсыңдар балалар, сергіп алған болсақ, енді тілге арналған жаттығу жасайық. Мен оқимын, менімен бірге қайталайық. Зу, 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 түлкі деген қу. За, за, менің бөлмем таза. Тамаша балалар. Балалар, енді біз з әріпінің үлкен және кіші әріпінің жазылу үлгісіне назар аударайық. Қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жартылай доға сызамыз. Оны жазу жолының үстіңгі сызығына дейін солға қарай тартып, сол сызықтан оңға қарай тағы да доға сызық жүргіземіз. Оны жазу жолының астыңғы сызығына жете бере солға иіп, астыңғы сызыққа тигізе сәл көтереміз. З әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының ортасынан жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай үстіңгі сызыққа тигізе төмен қарай жарты доға сызамыз. Енді солдан оңға қарай сәл доға жасап, сызықты тік төмен үлкен жолдың ортасына жеткізе сызып, солға иеміз де оңға тартып, астыңғы сызық бойында бастапқы сызықпен қиылыстыра бау байлаймыз. Ал енді балалар, з әріпінің қалай жазылу үлгісін көрген болсақ, енді кітаптағы баспа түріне назар аударайық. Бұл жерде бізде з әріпінің кіші және үлкен әріпі баспа түрінде берілген. Балалар, енді мына тапсырмаға назар аударайық. Біз суретте нелерді көріп тұрмыз? Иә балалар, бірінші суретте біз қобызды, екінші суретте көзілдірікті, үшінші суретте зымыранды көріп тұрмыз. Ал енді балалар, мына жоғарыда тұрған дыбыс сызбасына қай сурет атауы сәйкес келеді? Дұрыс балалар, қобыз сәйкес келеді. Қобыз сөзінде з әріпі сөздің қай бөлігінде кездесіп тұр? Дұрыс балалар, жарайсыңдар. Соңғы бөлігінде кездесіп тұр. Қобыз бізде неше буынды сөз? Дұрыс балалар, қобыз екі буынды сөз екен. Балалар, енді біз қай әріптен басталады ойынын бірге ойнайық. Біз бірінші суретте көріп тұрған алма сөзі қай әріптен басталып тұр? Жарайсыңдар балалар, а әріпінен басталып тұр. Екінші суреттегі лақ сөзі бізде қай әріптен басталып тұр? Иә балалар, л әріпінен басталып тұр. Үшінші телефон қай әріптен басталып тұр? Иә балалар, жарайсыңдар, т әріпінен басталып тұр. Келесі орындық сөзі бізде қай әріптен басталып тұр? Дұрыс балалар, о әріпінен басталып тұр. Соңғы нан сөзі бізде қандай әріптен басталып тұр? Жарайсыңдар балалар, н әріпінен басталып тұр. Ал балалар, бүгінгі сабақты аяқтау мақсатында біз өз-өзімізді аралдар әдісі арқылы бағалайық. Бүгінгі сабақта сен осы аралдардың қайсысында болып көрдің? Соны белгілеп жазайық. Жарайсыңдар балалар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.